Баршаңызға сәлем қыздар. Бүгін біз таразысыз үй жағдайында оп-оңай дайындалатын қарапайым жұп-жұмсақ пирог жасап үйренеміз. Пирог осындай күшті болып көтеріліп шығады. Форманың диаметрі 26 см. Ең бірінші ыдысымызға 3 жұмыртқаны жарып аламыз. Қантымызды саламыз. Жақсылап миксермен араластырамыз. Осындай аппақ үлкен масса шыққан кезде айранымызды қосамыз. Бір келкі болғанша миксермен араластырып аламыз. Сосын сұйық майымызды құямыз. 1,5 стакан ұнымызды саламыз. 1 шай қасық разрыхитель араластырып, миксердің көмегімен қою массаны араластырып аламыз. 26 диаметрлік формамыздың астына пергамент қағазын қойып, құйып, 180 градустық пеште бетін тегістеп пісіріп аламыз. Осымен біздің пирогымыз дайын. Жасап көріңіздер. Қонақ келерде асығыс шайға жасай салсаңыздар да өте оңай. Оп-оңай дайындалынады және өте дәмді болып шығады. Жасағандарыңызға мүлде өкінбейсіздер. Бұл пирог үйдегілеріңізге міндетті түрде ұнайды.